Халықтың мұң-мұқтажын түсініп, жоғын жоқтап жүретін Қарасайлық ерікті Әлия Сәтбаеваны бүгінде аудан халқының көбісі таниды десек, артық айтқандығымыз болмас. Әлия ханым бүгінде халықтың қолдауымен дәл осы жерде азық-түлік пен киім-кешекті тегін таратады. Қарасайлық еріктінің жұмысымен танысу үшін бүгін Қарасай ауданының әкімі Жаслан Тоққажаұлы арнайы келіп, алдағы атқарылатын жұмыстармен танысуды жөн санады. Сізде қараңыз, волонтерский еріктілер пункті дейді ғой. Енді шынымен де не то что район бойынша, бұл бізде Қазақстан бойынша бірінші пункт. Өйткені мен мысалы өткен жылы волонтер года алдым, Қазақстанда бұндай аналог жоқ. Өйткені қанша волонтермен сөйлесеміз, бізде мынақа таршы. Өткен жұмада өзіміздің рекордымызды бірінші аштық, 120 адам қабылдадық. Өзіңіз ойлаңызшы, түсіндіріп қарасаңыз, 120 адам қабылдау мүмкін емес та. Симай кетеміз мына жаққа. Физически симаймыз. Қабылдағанда сіздер киімдерін қабылдап аласыздар ма? Жоқ, мұқтаж отбасылар 120 сіздерге келіп жазылады. Иә. Енді сіздерде қазір негізгі проблема мынау басқа жерден бір помещение табу сол. Иә, сосын мен Біржан Анатольевич айтқам, бізде қазір мысалы мұқтаж отбасылар өте көп қой. Менде тек қана Елтай округі емес, менде Шымалғаннан келеді, Каскелеңнен келеді. Давай обучающий центр ашайық. Ана келеді, мен оны тегін оқытамын. Тырнақ дейді, қазір несім, парикмахерское дело, курсын үй оқытам, сертификатын тапсырам, жұмыс тауып берем. Бізде мына жақта көп ондай. Уже ертең күні нанына өзі ақша тауып. Сізге енді помещение осы ауылдан керек па, жоқ? Ауданда болса болды ма? Ауданда да болады, бірақ енді қазір осы жерге үйреніп қалды деп осы жерге үйреніп қалды. Енді өзім де түсініп тұрса көп балалы анамын, енді бала шағаным мысалы. Былай алдын ала талдаған кезде бар. Бізде қазір таңда лагерлар бар, қазір сояқта модульный үйлер тұр. Мен 20-сін аяқта тура орталықтан көрге тауып қойдық, 3,5 соткада. Ол модульный үй тура осылайды. Иә, тура сол келеді да, контейнер сияқты қойылады да. И кімдермен алиялармен тығыз байланыстырылған соң. Примерно 30 квадратқа шейін барады біреуі. Екеуін қойып қойсақ, даже двухэтажный жасауға болады. 30 квадрат жеткілікті ме? Иә. Бастап Жүріңіз барып көрейік. Земельный комиссия шығарады. Линиямен бірдей болады. Иә. Мына өзі не мемлекеттің жері ма? Осы жер мемлекеттің жері. Мен тексерген кезде. Тура осы просто длинный участок болады мына жерде. Мына жерден басталып, осы жерден осылып тұрады. Ешкім біреуін благоустройство жасау керек? Иә, оны сосын қалай біз установка жасамыз, уже көмектесеміз. Осының бәрін Біржан қадағала. Түсінікті. Тиісті жер, басқа мәселелерін шешу керек. Түсінікті. Кімдермен бакаттың инвесторлармен Гүнаймен шешілме жасайды, шақырып қайтайық болғанда. Постоянно бізбен жұмыс істеп жүрді ғой. Түсінікті. Жақсы онда. Сәттілік.